Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Bugünkü konumuz nerelisin ve kendini tanıştırma. Nerelisin yani kay jaktansın, kendini tanıştırma, özünü tanıştırma. Önce mesela ben kendimi tanıştırmak istiyorsam ben ne diyorum? Benim adım İnkar, ben Kazakistanlıyım, Kazakım. Ya немесе ben Türkiye'liyim, Türk'üm. Ya енді біз мына қай жақтан екеніңді айтқымыз келген кезде, ya мысалы nerelisin деген сұраққа қалай жауап береміз? Sen nerelisin? Siz болса, siz nerelisiniz. Sen nerelisin? Mesela ben ne diyorum? Ben Almatılıyım. Яғни біз қай жақтан екенімізді айтқымыз келсе, лали лулю осы жалғауды жалғаймыз. Біз бірақ бүгін тек қана бенге қалай жалғайтынымызды үйренеміз. Сен ол қайла екенін болашақта тағы айта кететін боламын. Бүгінгі тақырыбымыз тек мен. Енді біз оған қандай жалғау жалғаймыз? Лыйым, лиим, луюм, лүйім. Енді қай кезде лыйымды жалғаймыз? А, Е, И, О, Ү, Ү. Бұл әріптер, бұл қандай әріптер деп ойлап тұрсаңыз, сөздің соңғы буынында қай әріп тұрса, соған байланысты мына жалғауды жалғайды екенбіз, иә? Мысалы, Алматы деп айттық, иә, Алматылıyım. Алматының соңғы буыны Т, иә, соңғы буыны Т. Қандай әріп тұр? Ы тұр. Сондықтан, Ы тұрғандықтан біз автоматты түрде лыйымды жалғаймыз. Mesela, İstanbul сөзін алатын болсақ, İstanbul, иә, İstanbul. Сөздің соңғы буыны İstanbul, иә, сөздің соңғы буыны бұл. Яғни, буынды қандай буын деп бас қатырғыларыңыз келмесе, соңғы дауыстысын қарай саласыздар, иә, соңғы дауысты әріпін қарайсыздар. İstanbul дедік, иә, дауыстысы У. Түрік тілінде 8 дауысты дыбыс бар, міне А, Э, И, О, Ү деген 8 дауысты дыбыс бар, иә. Олардың ішіндегісі, мысалы, қалай И, Ү бұл инже, яғни жіңішке дауыстылар. Қалың А, О, У бұлар қалың айтылады. А, О, У, Э, И, Ү жіңішке. Енді İstanbul У тұр, иә, У тұрғандықтан біз не жалғаймыз? Луюм, яғни İstanbulluyum. Мысалы, Түркие деп айтатын болсақ, сөздің соңғы дауыстысы Е, жіңішке. Сондықтан не болады? Лиім, яғни Түркие лиім деп айтамыз. Мысалы, енді мынаған бір мысал келтіретін болсақ, қандай мысал келтіреміз ол сөзге? Мармарис, Италия, жарайды, мынаған сөз ешқандай мемлекет ойыма келмей тұр. Егер сөздің соңында мынандай болса, онда лүйім деп қолданамыз. Мысалы, тағы да бір мысал келтіре кететін болсақ, мысалы, Чымкент, мына Е тұр, соңғысы Чымкент лиім болады. Чымкент лиім. Яда Шымкент деп айтатын болсақ, негізі қазақшада шым ғой. Ол заман Шымкент лиім. Яда, mesela, қандай қала, мемлекет бар? Чин болсын, мысалы, Чин лиім. Чин дегеніміз Қытай. Чин, Қытай. Испания, Алманияны көрейік. Алмания дегеніміз Германия деген сөз. Қазақшада да қазір Алмания деп қолданылып жүр, иә? Алманиялıyım. Енді бұл тақырып тамам. Бұдан басқа енді көптік жалғауын сразу осы жолы түсіндіре кетейін. Көптік жалғау, яғни çokluk eki, çoğul eki деп те айтылады, çokluk eki деп те айтыла береді. Lar ve ler. Türkçe'de sadece iki
çoğul eki var. Onlar lar ve ler. Mesela bir kitap diyelim. Kitap yani bir kitap ya. Endi kitaplar deb aytqimiz ise kitaplar diye ekliyoruz. Şimdi ne zamanlar ne zamanlar dedik işte ince i ö ü bolgan кезде ler bolat ya ler. A, I, O, U болған кезде лар болады. Яғни сөз қалың болса, онда лар жалаймыз, сөз жіңішке болса, лер жалаймыз. Мысалы, ev, үй, evler. Ders, sabak, dersler. Çocuk, мысалы, ya bala, çocuklar. Çanta diyelim sumka, çantalar. Енді оны мен сізге бөлек список примерно жіберемін. Кейбір сөздер, басқа тілден енген кейбір сөздер ережеге бағынбайды, шетелдік сөздер. Олар қалың болып тұрса да жіңішке лер жалғанады. Мысалы, саат. Саат болған кезде біз саатлар деп айтпаймыз, не деп айтамыз? Саатлер деп айтамыз. Я? Сол сияқты мысалы хикай емес, мысалы хаял деген сөз бар. Хаял деген қиял, сондай қиял ғажап, қиял ой, немесе бір нәрсені армандау, соған хаял деп айтамыз. Хаяллар болмайды, хаяллер. Чүнки хаял деген кезде біз лыны жұмсартып айтып тұрмыз, лығып. Сондықтан хаяллер болады. Сол сияқты басқада сөздер бар, олардың тізімін сіздерге жіберемін. Енді бүгінгі тақырып бойынша осы, ben алматылıyım және көптік жалғауын осылай жалғаймыз.